жынды емеспіз. Харам болатын болса, онда біз сау істеп жатқанымыз әлемде биржа бар, Форекс деген. Бүкіл әлем харам, ақша да харам болып кетеді. По факту келетін болсақ. Сен товарды алып жатсың, сатып жатсың, алып жатсың, сатып жатсың, алып жатсың, сатып жатсың. Ставка ол бөлек. Бірақ тупа тіге салады. Ставка тігіп жатсың ба деп. Бұл жерде. Оңай ақша тауып отырмыз да дейді. Миымыз ашып отыр. Мынау резервсіз, мынау спорт, мынау брейкаут деп. Бүкіл әлемдік нарықтан сен тиын тауып отырсың. Қаяқта харам деген дүние. Сондықтан ондай топастау сұрақ қоймаған жақсы негізінде ше. Саналы сұрақ қойғаның жақсы. Бағанағы GPT-дағы бірдеңені алып алып, көріп алып бағанағы. Сондықтан ондай сұрақ тапсаймыз. GPT-мен өмір сүреді, давай. Қызықта айтуға. Бұлақта резервсізбен спортпен анау біреулердің слив істегендеріне жүрегім ауырып, соған жаным сатып түсіндіріп жатсам, халал ма, харам ба деген әңгімені сұрақтарды қоя бересіздер. За любой тупой вопрос здесь заблокируется, вы хорошо знаете. Я заблокирую человека. Так, сондықтан да тағы айтамын. Дайындықтағы сәтсіздік, ол сәтсіздікке деген дайындық. Тағы айтамын. Дайындықтағы сәтсіздікке деген дайындық. Сондықтан миды бағанандай болмайтын заттарға қатырмай, ана біреулер деді ғой, алтын өсе ма, түсе ма дейді, хорошо деймін. Ол саған погону создает скальпинг дейді. Потому что сен әрбір қозғалысына қата аласың. Бірінші, ондайларға басқалардың лучше. Сабақ өткенше дұрыстап резервсізді үйрену, дұрыстап спортты үйрену, конкретно. Резервсізді спортты үйрену ал, брейкаутты үйрену ал, индикатор дұрыс қолданып үйрену ал, ақшаңды не істеу керек, табуды үйренгенің абзал. Всем это касается. Но өткен группамен салыстырғанда нәтижеміз жақсы. Шынымен жақсы. Жақсы түсіндіріп жатыр, күшті отыр. Мен сабаққа өзім көңілім толып жүр. Бірақ сіз бір кіріп, бір шықпай, конкретно тапсырманы орындауымыз керек. Міне баға 91-5 адам отырды, кәсекке тұрдымыз. Не, интересно ма? Значит, не интересно шығар. Ақшаны бір тауып қойды ма дейді. Вот так. Сондықтан да бағанағындай серьезно болғаны дұрыс. Акциямен істесек бола ма дейді. Акция нарығына үлгеріп атсақ келеміз, потому что оған біздің индикатор сәйкес келеді. Бірақ акцияның нарығының бір жақсы жері, бір жақсы жағы, акция нарығының бір жақсы жағы. Манипуляция өте аз болады. Бір жаман жағы ол мына біздің алтын нарығы сияқты, биткоин нарығы сияқты, евро USD нарығы сияқты қозғалыс жасамайды. Ішін пысқанда пысылық кетеді акцияның нарығы. Тем более алтынмен жұмыс істеп қалған адам акция істемей қаламыз. Өйткені ол жаман баяу қозғалу болады да. Микро қозғалыста бұл акцияда. Ал акциядағы ақша табуға болады, көп ақшамен кіру керексің ол үшін. Нормально көп ақшамен кіру керексің. Акцияның көз күнде бір-ақ сағат уақыт. Сол кезде ғана біз онымен ақша табамыз. Ал енді сіздерге сұрақ, барлықтарыңызға. Кім сабаққа риза, кім конкретно не үйренді, өзінің ризашылығын кәдімгі от души жазып жүрсінші маған. Мен де сол оқып алып кәдімгі бір өзімді күшті бағанағындай сезінейін. Жақсылап маған дұрыстап жазып жіберсеңіз. Өздеріңіз тілектеріңізді де, ризашылықтарыңызды, өйткені сіздер үшін қаншама бағанағындай команда қызмет етіп жатыр мына жақта, жұмыс істеп жатыр, түсінсіргендік. Әйтеуір
күнде көрмеймін ғой. Талап біткеннен кейін, мә, Аманжол мырза, ананы түсіндім, сізге рахмет деген бір сөздер естігім келеді де, бір тымпиып отырып алады өзі. Аманжол, рахмет. От души сабақ. Тема сабақ. Көре алмаймын, баға алмаймын түсінбейсің өзі. Өздеріңіздің лебіздеріңіз жақсылап жазып жіберіңіз өздерге. Главный индикатор работает. Точно. Бәрін четко түсіндіріп жатыр. 70% смело істеп тұр ғой. 70-80%. Бекзат видеоны жібердім да, қыздар сұрап жатыр еді.